Жаңа Қазақстанның жаназасын шығарып тастадыңыздар ма? Егер де мен сайлауға қатыспағанда, мен сол молодец қосанов болып жүрер едім. Сайлау кезінде қанша ақша алдыңыз? 2 миллион доллар ма, әлде 4 миллион доллар ма? 200 миллиондай. Ол ақшаны мен өзіме жаратып жатқан жоқпын. Егер сіз ғайыптан тайып президент болсаңыз, саяси реформаны неден бастайтын едіңіз? Мен фантастиканы жақсы көремін бала кезімде, бірақ мен фантаст емеспін ғой. Саяси өліктердің тізіміне еніп кеттім деп Сенің қорқасыз ба? хабарың қатты болып кетті, біреудің жаназасын шығарасын, біреудің саяси өлік дейсің. Ренжісін, ренжімесін, мен халықтың оянуына өзімнің үлесімді қостым. Бүгінгі саяси жағдайға қандай баға бересіз? Керек десеңіз, жаңа президенттің өзі жаңа Қазақстан керектігін айтып жатыр. Сіз ұлттық кеңестен тыс қалдыңыз. Енді парламенттен де тыс қалам деп қорықпайсыз ба? Біз әлі дайын емеспіз, оппозиция дайын емес. Яғни сіз сайлауға жеңем деп барған жоқсыз. Жоқ, Әміржан Қосановқа Назарбаев пен Тоқаев билікті бере салды деп мен ондай ой болған жоқ. Келесі президенттік сайлауға түсесіз бе? Саясатта дос болады екен, саясатта адал дос болады деген мен үлкен бір қателігім болды. Біздің Қазақстанда билік транзиті өтті деп есептейсіз бе? 20-шы жыл меніңше қандай жыл болады деп сұрайды ғой жігіттер. Мен нағыз компроматтардың жылы болады деп ойлаймын. Ана Пандора жәшігі деген бар ғой. Сол Пандора жәшігі ашылады. Неге? Әбеке, неге KZ порталына сұхбатқа келіскенің үшін көп рахмет. Сіздерге шақырғандарыңыз үшін рахмет. Біз енді сот емеспіз, дегенмен де мынау көрермендеріңіздің алдында, өзіңіздің арыңыздың алдында шындықты айтуға ант бересіз бе? Жақсы. Жақсы, келістік. Онда алғашқы сұрақты Жаңа Қазақстаннан бастайық. Жаңа Қазақстанның жаназасын шығарып тастадыңыздар ма? Халықтың пайымдауымша Жаңа Қазақстан бір қатып семіп қалған құрылымы бар, тіркелген ұйым сияқты. Біз о бастан Жаңа Қазақстанда идея ретінде, платформа, форум ретінде жариялағанбыз. Оны тіркеген жоқ. Өздеріңіз білесіздер, біз тіркелуге ниет жасадық, бірақ Әділет министрлігі тіркеген жоқ. Сондықтан бұл идея Жаңа Қазақстан деген. Сондықтан бұның жаназасын ешкім шығара алмайды, өйткені Жаңа Қазақстан керек екенін оңшыл да, солшыл да, ұлтшыл да, интернационалист те, центрист те бәрі Жаңа Қазақстан керек екенін біледі. Тіпті керек десеңіз, жаңа президенттің өзі Жаңа Қазақстан керектігін айтып жатыр. Яғни оның әрбір жолдауында, мақаласында бір реформаға деген бір кішкентай ниет танытылып жатыр. Сондықтан Жаңа Қазақстанның идеясы өмір сүреді, ол Қосановпен өмір сүре ма, Дос Көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарымен өмір сүре ме, басқа бір азаматтармен өмір сүре ме, идея өмір сүреді. Бірақ енді біз 2 жыл соған өзіміздің өміріміз сарп еттік, біраз сын естідік. Ақорданың жобасы деді, билікпен ымыраласқан деді. Ол ауыр сөздердің бәрін есту оңай емес, бірақ сол сыннан өтіп біз сайлаудан кейін сол азаматтармен отырып ақылдасып, бұл жоба ішіндегі бір мүшелері ренжіп кеткен шығар. Бірақ біз о баста құрғанда бүйтіп айтқанбыз. Кім форумнан кетеді, үнсіз кетеді. Яғни мына бағдарламамен тоқайластық, кетеді. Кім кетті? Енді мен сайлаудан кеткеннен кейін естуімше сол Серікжан Мәмбеталин және оны қолдаған бейбіт азаматтар осы біз жаптық, Жаңа Қазақстан түңілдік, Әміржан Қосанов пәленше түгенше екен деген сияқты бір жаңағы демарш жасаған сияқты. Ол азаматтардың өздері біледі, оған ешкім зорлықпен кіргізбейді. Сондықтан біз ол жігіттер шыққан шығар, енді бәлкім бұл платформаны, бұл идеяны, бұл форумды қолдамайтын шығар, бірақ біз өзіміздің азамат ретінде сол жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Оның арты не болады білмеймін. Өйткені бізді 1-2 рет тіркеген жоқ. Енді сайлаудан кейін осыншама наразылықты көріп, билік көңіл күйі өзгеріп бізді тіркейді деп мен ойлаймын. Бірақ идея ретінде, платформа ретінде санаға ескі Қазақстаннан гөрі бізге Жаңа Қазақстан керек деген сөзді ойды сіңірте беру үшін біз жалғастыра береміз. Естуімше деп қалдыңыз. Соған қарағанда Жаңа Қазақстанның төңірегінде болып жатқан бір оқиғалардан хабарыңыз жоқ сияқты. Сайлаудың кезінде ел араладында мен отырыстарға қатысқан жоқпын ғой. Сондықтан мен ертең ана жігіттер біз бүйтіп айтқан жоқпыз деп айтпасын деп. Бірақ мәлімдеме жарияланды, ол баспасөзге шықты, өзіңіз оқыдыңыз. Мен мысалы оны талқылауға немесе қол қойған жоқпын, оған қатысқан жоқпын. Сол сияқты мысалы Дос Көшім, Расул Жұмалды сондай позицияны ұстанып, біз өзіміздің немізді жалғастырып жатырмыз. Бұл енді бір Кока-кола, Пепси-кола сияқты ақшасы төленіп қойған тауарлық белгі емес қой. Бұл Жаңа Қазақстан деген жалпыға ортақ ұғым. Жаңа Қазақстан президенттік сайлауға дейін өте белсенді еді.
Ал сайлаудан кейін мүлдем жаңа Қазақстан атын естімедік. Жаназа деген нәрсені сол себепті сұрап отырмын. Жаназа ауыр сөз ғой. Жаназа дімкәс деуге болады, сырқаттанып қалды деуге болады, ажырасып кетті, бөлшектеніп кетті деген болады. Сондықтан жаңа Қазақстан ол меніңше тағы да қайталап айтайын, идея. Сайлаудан кейін әрине біраз сын болды, менің жеке басыма қатысты. Неге сайлауды мойындады, неге құттықтады деген әңгіме. Сайлауға қазір келеміз. Иә, жоқ, жалпы. Сондықтан жаңа Қазақстанның өзінің ішінде де мысалы билікті бір күнде төңкеріп тастау керек еді, сол күні 10 маусымда көшеге шығып бітішін шығару керек еді, Ақорданы басып алу керек дегенде көңіл күй бар ғой қоғамда. Біз ол көңіл күйді қолдамадық. Сондықтан содан көңілі қалған азаматтар жаңа Қазақстан ішінде ренжулі, өкініп, маған айтпайтын сөзді айтып жатыр. Сондықтан жаңа Қазақстанда сайлаудан кейін жаңаша болмысқа, жаңаша форматқа ие болып жатыр. Мысалы, біз қазір қал қадерімізше, шама шарқымызша сол дос көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарым, мен және біз жаңа Қазақстан деген сол YouTube арнамызды ашып жатырмыз. Әрине оған үлкен қаржы керек, оны өзіңіз білесіз, үлкен мүмкіндіктерін. Бірақ бізде оншалықты көп қаржы жоқ, бірақ шағын орта бизнес қолдап біз аптасына 2 хабар түсіріп, өзіміздің ең басты ағартушылық миссиямызды жалғастырып жатырмыз. Мысалы, қазір сіздің эфирден шыққаннан кейін біз барып трайбализм талқылаймыз. Қазір қоғамда ушығып бар жатыр. Соны саяси өмірдің құралы, жастардың санасын улап жатыр. Әртүрлі бір топтардың, кландардың сойылын соғып жатыр. Біз соны талқылаймыз. Және бізге ешкім цензура айта алмайды. Дос көшімге Расул Жұмалыға немесе маған біреу келіп, сен бүйтіп айт, сөйтіп айт деп айта алмайды ғой. Сол сияқты, сосын апта сайынғы оқиғаларға өз бағамызды береміз. Бұл біздің қазіргі технологиялық мүмкіндіктерді пайдаланып, өзіміздің о бастан жариялаған әділеттік, шындық, ақиқат, демократия, халық, қоғам деген идеялардың біз жалғастыра береміз. Сондықтан жаңа Қазақстан қал қадірінше, мүмкіндігінше өз жұмысын жалғастырады. Әрине президент сайлауынан кейінгі қоғамдағы ой пікірдің билікке қатысты, тіпті оппозицияның өзінің сегменттелуіне, бөлшектелуіне, әртүрлі арнаға түсуінің өзі супер радикал, центрист, оңшыл, солшыл, диалогшыл, мәмілешіл, тағы не сөйтіп кеткен оппозицияның ішінде біз өзіміздің лайықты орнымызды алғымыз келеді. Мен бір кітабымды бітіріп жатырмын. Ең үлкен қателігі мына саясатта дос болады екен, саясатта адал дос болады деген мен үлкен бір қателігім болды. Саясатта ол өте қиын нәрсе екен, адал дос деген. Яғни белгілі бір саяси мүдде, саяси конъюнктура, сайлау болсын, сайлауға баға беру болсын, билікке қарсы бір тактика ұстану, соны өзі дос деп жүрген адамдарына сынақ ағады екен. Мына 22 жылдың ішінде мен талай конфигурациядан өттім. РНПК, ДВК, нағыз Ақжол, ОСДП, Азат, нағыз әділетті Қазақстан. Небір тұлғалар болды, небір мінездер болды, небір конфликттер болды, небір дағдарыстар болды. Бірақ сол кезде, мысалы 2005 жылы әділетті Қазақстанның мен бас хатшысы болдым. Сол кезде мысалы азаматтар өзінің субъективтік көзқарасынан гөрі объективтік саяси позиция төңірегінде бірге алды. Сайлауға дейінгі Әміржан Қосанов өте белсенді еді. Әр жерде мақалалар шығып тұратын. Ал енді сайлаудан кейінгі Қосанов сәл бұйығы, тұйық, үніде құмығын шығатын сияқты. Яғни сайлауға дейінгі және сайлауғадан кейінгі деп сіздің саяси өміріңізді екіге бөліп қарауға бола ма? Болады. Болады. Ол қалай мен бауырым 55-ке келдім. 22 жыл бойына мен апта сайын қазақша, орысша өзіңіз білесіз, бір-екеуін өзіңіз сайттарыңызға бастыңыздар, газеттерге. Мен колонка жазып келдім. 22 жыл бойына қазақша, орысша 7 күнде бір рет мақала жазған қазақ жоқ шығар. Белсенді колумнист едіңіз. Оппозициялық тұрғыда жазған адам жоқ шығар. Яғни Назарбаевтың, Тоқаевтың, отбасы мүшелерін, кез келген тұлғаның атын атап жазған адам жоқ шығар деп ойлаймын. Осылай жүйелі түрде. Сайлаудан кейін де мен біраз ойландым. Мысалы, мен ойландым, осы сайлауға қатысу керек еді ме, керек емес пе деп. Егер де мен сайлауға қатыспағанда, мен сол молодец Қосанов болып жүрер едім. Ой, азамат, Айбекең деп жүрер едім. Неге қастыңыз? Мындай сын болмас еді. Мысалы, ол да ойланады ғой адам. Мен мүмкін сайлауға түспегенде қазір баяғы тап-таза халқында жүрер едім. Мына Әбекең өзіміздің азамат қой деп. Бірақ мен ойлаймын, сайлауға қатысқалы біз үлкен қоғамда қозғалыс жасадық.
егерде мен сайлау, мен емес, оппозицияның өкілі деп тұрмын. Оппозицияның өкілі қатыспағанда, жұрт сол ана бұрынғы Ахметбеков секілді тағы бір жаңағы ренжімесін енді мына әйтеуір жеңбейтін, білетін, 3-ші орын, 4-ші орын алса да ренжімейтін азаматтардың деңгейінде қалар еді сайлау. Сосын дәл қазіргідей қоғамдық белсенділік болмас еді. Қалай болса да ренжісін, ренжімесін, мен халықтың оянуына өзімнің үлесімді қосты. Мен ояттым деп айта алмаймын. Қазақты Абай да оятылмаған. Жақсы. Әбеке, енді сіз шындықты айтуға ант еттіңіз ғой. Сайлау кезінде қанша ақша алдыңыз? 2 миллион доллар ма, әлде 4 миллион доллар ма? Бізде кез келген билікке қатысты оң пікір айтқан адам болса, оппозицияда жүріп, сатылған сияқты болып көрінеді. Мәселен, бір ауылға барасың, бір облысқа барасың, бір облыс әкімінің жақсы қызметін көресің. Сосын сен мақала жазсаң, мен кеше пәленше облыста болып едім, анау азамат екен десе, жұрт ойлайды, бұған қанша ақша берді екен дейді. Сол сияқты сайлауды мойындаудың өзінде халық ойлайды, бұл тек қана ақша берілсе ғана мойындады деп. Мен айтар едім, қазіргі таңда мен 9-шы, мен 10-шы июньнің ортасында түнгі сағат 12:30-дағы өзімнің көңіл күйімді ойлайтын болсаңыз, мен таразы басында екі нәрсе болды. Мұхтар Әблязов 10-да сағат 12 көшеге шақырды. Яғни мен мойындамасам, мен көшеде тұруым керек. Ал егерде сол кандидат Әміржан Қосанов шыққан кезде, ол 4 мың емес, ол 40 мың адам болады. Ол 40 мың адамның мен қауіпсіздігіне жауап бере алам ба? 40 мың адам шыққан кезде билік, мына дұрыс, Әміржан деген жақсы жігіт екен, талантты жігіт, билікті бере саламыз деп айта ма? Әлде қан төгіс бола ма? Әлде біреудің басы жарыла ма? Деген менде ой болды. Мен бауырым, мен сын болатынын білдім. Мен оппозицияда 20 жыл жүрген адаммын. Мен әр қоғамдағы пікір не айтылатынын білетін қазақпын. Мен кабинетте отырған саясаткер емеспін. Сондай сын болатынын біліп, жоқ, Құдай сақтасын. Мына билік қазір дәл отырған маған жалғыз түскен. Бүкіл оппозиция быт-шытын шығарып, Әблязов, Бапи, Мамай, Ерғалиева, Сәрсенбаев бәрі быт-шытын шығарып жатқан Қосановқа мына билік қазір бере алмайды. Билік сондықтан маған билік сондықтан бұл атады, бас жарылады, арандату болады, оған әртүрлі әңгімелер маған келіп жатыр. Сондықтан мен шешім қабылдадым. Ертең 12-де онда мен жерге тұрсам болды, Қазақстанда қан төгіс болады. Мен сол қан төгістің, сол қанды мойнына арқалағым келген жоқ. Егерде мен соны айтқан кезде жұрт ойлайды, бұл ондай ой емес, оған ақша берді. Сосын ақша бергесін ол айтып жатыр деп ойлайды да. Сондықтан мен айтар едім, әрине мен ешкімнен ондай ақша алған жоқпын. Ондай ақша алғанның өзінде де мен оны тек қана шағын орта бизнестен алар едім, егер маған берсе, және оған мен осындай студия құрар едім, партия ашар едім, ол жігіттерге қолхат берер едім, айналайындар, мен сендерден алдым деп, мысалы ашық. Ол ақшаны мен өзіме жаратып жатқан жоқпын, партияға жеп жатыр. Бірақ ондай маған ұсыныстар енді келіп жатыр. Ашық айтайын, қазір шағын орта бизнес келіп жатыр. Яғни сайлау кезінде биліктің тарапынан бір тиын алған жоқ. Биліктің тарапынан ақша алған жоқ, керісінше мен өз ақшамды жұмсадым. Және жора жолдастарымның ақшасын жұмсадым. Қанша ақша жұмсадыңыз, егер құпия болмаса? 200 миллиондай жұмсадық. Өйткені алып кетімім бар, бұлай, оны бухгалтериядан орталық сайлау комиссиясынан білулеріңізге болады. Оның ішінде менің өзімнің қазір 4 бөлмелі пәтерде тұрамын, Самалда. Соның орнына бір балаларым өсіп қалды деп, бір үлкейтсем ба, үй салсам ба деген бір ақшам болды. Сосын жасыратын жоқ. Жора жолдастарым келіп маған өзіме берді. Олар өзі беруге қорықты өз атынан. Өйткені сайлаудың бір құйтырқысы, сен аты жөніңді жазуың керек. Сосын ол жігіттер айтты, әбеке, бізге ертең үлкен тізе батыруы мүмкін, бізге салық мәселесіне келуі мүмкін, финпол келуі мүмкін деп маған өздері берді. Сол ақша, ал халықтан түскен 3 миллион теңге. Сайлаудың алдын ала нәтижелері шықпай, Тоқаевтың жеңісін мойындағаныңызды әркім әрқалай түсінді. Сізге қысым жасалды ма? Жоқ, қысым жасалған жоқ. Бірден айтайын, жалпы билік тарапынан мен өзім таң қалдым, мен тіркеген кезде. Мен тіркемейді деп ойладым, шын айтайын. Өйткені тіркеуге 3 күн қалғанда мен салық комитетіне шақырып, менің бір жер учаскесі береді, соған қатысты бір мәселелерді қозғай бастап, мен ойладым, бұлар мені тіркемейді екен деп. Сондықтан мен бұл биліктің неге тіркенін мен білем. Бұлар шынымен де осы сайлауға бір демократия өкілі қатыссын деп ойлаған болу керек. Сосын олар ойлаған шығар, осы 12 жылдан бері Қосановтың соңында партия жоқ. Бұл жалғыз ана датқа жазып жүр, Новой газетіге жазады. Оны кім оқып жатыр? Тираждары аз,
Оны кім қолдайды? Осы жігіт түсіп көрсін деген ой болған сияқты мен солай ойлаймын. Олар бір шынымен де Тоқаевқа лайықты бір оппонент жасайық деп ойлаған жоқ. Олар ойлады, осы бір оппозиция өкілі артында кім бар дейсіңіз? Ана жаңа Қазақстанның тіркелген жоқ. Осы бір түсе салсын деген ойлаған шығар деп ойлаймын. Яғни сіз сайлауды қысым болған жоқ. Сайлауды легитимді жасау құралы болғаныңызды мойындайсыз ба? Мен жасау құралы болған жоқпын. Мен біріншіден бұл ұлт тағдыры деген ұйымның шешімі болды. 16 облыстан азаматтар келді, сіз бен біз сияқты. Олардың ішінде егер олар шығып мен талқылады, егер де шығып жоқ, біз мына құралы болмаймыз, Әміржанды біз ұсынбаймыз дегенде мен ұсынбайтын едім өзімді. Өйткені бізде ондай механизм жоқ. Екіншіден мен оның алдында Қазақстан оппозициясын үндеу жарияладым. Жігіттер, азаматтар, бірігейік, бір адамды шығарайық, Исатай басшы, мен қосшы болайын. Менен талантым бар ғой, сөйлей аламын, ел алдына шыға аламын, қазақша, орысша айтамын, өлеңдетіп айтамын, басқарып беремін, жиналысы болса, жиыны болса деп мен өзім айтқан. Бірақ ондай бірігу болған жоқ. Сондықтан бұл ұлт тағдыры деген республикалық ұйымның шешімі болды. Оны сізде, менде 16 облыстан келген азаматтарды сендер құралы болдыңдар деп мен айта алмаймын. Ол ұят болады. Мен сізге ашық айтайын, жаңа ант бер деп жатсыз ғой. Біз жеңеміз деп соншалықты отырып алып біз ертең Ақорданы басып аламыз деген біз ондай ой болған жоқ. Ондай супер позитивті. Біз ойладық, көрейік, наразылық топтарды біріктірейік, ауыл аймақтардағы белсенділерді табайық, ең болмағанда екінші орынды алайық, екінші орынды алып алып біз парламентке барайық деген бізде сондай тактикалы ойлар болды. Біз отырып алып жоқ, біз міне 28 күннен кейін Ақордаға кіреміз деген бізде ондай болған жоқ. Бірақ халықтағы наразылық күшті көрсету, соларды бір канализация жасау, бір бағыттау, ауыл аймақтардағы белсенділерді көру. 14 жылдың ішінде біз екінші рет барып тұрмыз сайлауға. 14 жыл біз ауыл аймақта болмағанбыз деген ой болды. Меніңше оны біз мейлінше дұрыс, мейлінше тиімді пайдаландық деп ойлаймын. Яғни сіз сайлауға жеңем деп барған жоқсыз? Сайлауға жеңем деп бару үшін мен бірегей оппозицияның өкілі болуым керек еді. Кезінде Жармахан Тұяқбайды бірегей оппозицияның өкілі деп шығардық қой. Оның ішінде бәрі де болды. Бүкіл оппозицияның өкілдері қолдады. Ал мына жерде мен жаңа айтқан Дос Көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарбынан басқа мен ешкім қолдаған жоқ. Ана Әблязовшылар сынап жатты, байкотшылар Ырысбек ағамыз бастаған, олар келді мен бытшытын шығарып атса, бапиларың басқаша сайлау жүргізді. Өзімнің өмірлік әріптесім болып жатқан Әкежан Қажыгелдин ағамыз маған сол тиын тебенді беріп сайлауыңа деуінің орнында Парижге 20 шақты адамды жинап, солармен барып әңгіме жүргізіп жатты. Мен мына жақта айтысып тартысып жүргім келді. Сондықтан мен сол отырып алып Арал ауданы Сапақ разъезінде теміржолшының бала семьясында туған, банкісі де жоқ, сайты да жоқ, партиясы жоқ, Әміржан Қосановқа Назарбаев пен Тоқаев билікті бере салды деп мен ондай ой болған жоқ. Бізге сол саяси процесте халықтың бар екенін көрсету, билік именсін, билік қорқсын, шынымен де бар екен ғой. Анау қалай жаңағы бұрынғы Абдилдиннің 11% емес, Тұяқбайдың 6% емес, бар екен ғой деп ойлау үшін біз соны жасадық. Қазіргі биліктің жасап жатқан көп тірлігі сол сайлаудың нәтижесі деп білемін. Мен сізге ашық айтып отырмын. Мен шын айтайын, мен тіпті сол кездегі интервьюлерімде екінші тур туралы айттым. Өйткені мен бірден отырып алып 51% алам деп мен ондай ойда болған жоқ. Мен фантастиканы жақсы көремін бала кезімде, бірақ мен фантаст емеспін ғой. Мен реалды, практикалық түрде болмысқа дұрыс қарайтын сондай өзім салиқалы саясаткермін деп санаймын. Алдымызға орындалатын мақсат қоюымыз керек. Саяси өлік деген ұғым бар. Өте ауыр ұғым, бірақ сондай бар. Саясаткер үшін енді одан асқан қорлық жоқ шығар. Сол саяси өліктердің тізіміне еніп кеттім деп қорқайсыз. Сайлаудан кейін қатты болып кетті. Біреудің жаназасын шығарасын, біреудің саяси өлік дейсің. Былай ғой, саяси өлік деген сөз ол бір белгілі бір идеалдарды, мұраттарды өзінің әріптестерін сатқан адам туралы айтуға болады. Ол бір. Екіншіден мен идеалдарымды, мұраттарымды сатқан жоқпын. Мен сайлаудан кейін өзгерген жоқпын. Назарбаевқа да, Тоқаевқа қатысты өзімнің сөзімді айтып келе жатырмын. Бірақ мен ойлаймын, менің сайлауға қатысуымда сол билікті ертең төңкеріп тастаймыз. Ертең барамыз да Ақордаға кіріп аламын деген адамдардың реніші бар. Мен оны түсінемін. Ол адамдардан керек болса кешірім сұраймын, олардың көңіл күйін ақтамағандығыма. Бірақ сайлауда мен айтқанмын, мен заңның аясында қызмет жасаймын. Мен қан төгіске, төңкеріске жол бермеймін деп мен сөйтіп айтқанмын. Сайлаудың кезіндегі интервьюлерін қарасаңыздар. Сондықтан мен логикалық тұрғыда дұрыс келе жатырмын деп ойлаймын. Қоғамның ішінде ана алыстағы Әблязов бастап, іштегі радикалды оппозиция қолдайтын мынадай идея бар. Билікті бүгін құрту керек, бүгін жою керек, көшеге шығу керек.
Бірақ көшеге шығасың ба, шақырасың ба, Әблязов сияқты кофе ішіп отыр ма Парижде? Біз сияқты, біз 2016-да шақырдық, Алтынбек пен Заманбектен кейін. 2012-де шақырдық Жаңаөзенде. Біз сонда бірінші қатарда тұрдық, өзіміз барып абақтыға жабылдық. Міне саясаткердің жауапкершілігі. Сондықтан 9-10 июньде мен өзімді ойлаған жоқпын. Өзім саяси карьерамды ойласам ерік. Білесің, мен де біршама интриганы білетін қазақпын, пиарды, имиджді білетін. Мен көшеге шыға салуым керек еді. Шыға салып, мені жауып тастайды бірден, шығармайды. Ана жақта не болмаса о болсын деп быт-шыт болып жататын еді. Сол кезде мені 15 сутка емес, бір жылға ма жауып тастар, жаңағы мемлекеттік төңкеріс жасағысы келді деп. Бірақ мен халқымды ойладым. Мені жауып тастайды. Ұрып тастайды, өлтіріп тастар. Бірақ халықтың, сондағы ана жақтағы жастардың жағдайын ойладым. Осылар біз әлі дайын емеспіз, оппозиция дайын емес. Мен сізге айтайын, егер мен көшеге шыққанымда, мына қазір мені сынап жүрген Әблязовшылар мен радикалдар бүйтіп айтар еді. Қосанып, өзінің күшін білмей әлек, жеңбейтін біліп отырып, халықты көшеге шақырды деп мен сынар еді. Солар мен сөйтіп быт-шытын шығар еді. Сондықтан оларға мен отырсам да опақпын, тұрсам да сопақпын. Мен қазір Эйнштейннің бір сөзін түсіндім. Эйнштейн сөз айтқан екен, адамның ең үлкен қателігі бәріне ұнағысы келеді. Бұл өмірде саяси палитрада бәріне ұнамайсың. Қазір инсотқа кірсең, сен билікшіл болып шығасың. Дұрыс па? Жоқ, мен заңның аясында қызмет жасайын, мен заңсыз митингке шақырмайын десең, сен қорқақ боласың, сатқын боласың. Жоқ, билікпен мәмілеге келу керек, биліктің құрған жұмыс топтарына кіру керек, ертең мүмкіндік болса соларға қатысып пікіріңді айту керек десең, сіз айтқандай, сен Тоқаевтың, Назарбаевтың саяси құралы болып шығасың. Сайлау өтті. Енді сайлаудан кейін ұлттық сенім кеңесі құрылды. Енді алдағы уақытта парламент сайлауы келе жатыр. Сіздер ұлттық мәселен жеке басыңызға қатысты айтайын, сіз ұлттық кеңестен тыс қалдыңыз. Енді парламенттен де тыс қалам деп қорықпайсыз? Бұл өмірде адам мен президент болайын, депутат болайын деп тумайды ғой. Мен о бастан осы оппозиция кеткендегі ойым, қоғамда болып жатқан оқиғалар туралы шындықты мейлінше айтсам, ағартушылық қызмет. Соны мүмкін болса, жағдай болса, соны насихаттайтын ұйымдарға қатыссам. Мен артында банк жоқ, Әблязов сияқты. Мен жаңа кешегі Жармахан Тұяқбай, Болат Абилов сияқты менің ақшам жоқ, жаңағы партияға жұмсайтын. Құдай мені журналист қылып жаратты, журналистердің жағдайын білесіз. Сондықтан мен сол процесске араласып келе жатырмын, отырып алып қазір жоқ. Мен президенттік сайлауда 2-ші орын алдым, мен міндетті түрде парламентте отыруым керек деген менде жоқпын. Ол бір. Тағы да қайталап айтамын. Бұны мен айта берем. Парламент сайлаудың алдында оппозиция бірігу керек. Мүмкін сіз күлетін шығарсыз. Қалай ол бірігеді, әбеке? Сізді жек көретіндер бар, сізді қолдайтындар бар. Жоқ. Біз соның бәрін ұмытып бірігуіміз керек. Біз Нұр Отан бірігіп жатқан кезде біз бірігуіміз керек. Сондықтан отырып алып, тағы да сол оппозицияның бір сегменті болып, мен де тағы да бұл сайлауға қатыспасаң, қазір былай ойлайды. Сайлауға қатыспаса, жұрт айтады, Әблязовтар, бұл қорқып қалды. Сайлауға қатыссаң, тағы айтады, бұл биліктің жобасы деп. Сондықтан меніңше қазір оппозиция егер де шынымен де бірігіп, бір үлкен күш болып, ықпалды күш болып жатса, неге қатыспасқа сайлауға? Неге қатыспасқа? Менің Құдайға шүкір талантым бар, жасым 55-те, қазақша, орысша кез келген аудиторияның алдында сөйлей аламын. Бағдарламалық ұстанымынан тайған жоқпын. Осы күнге дейін мен бір сөзімнен айныған жоқпын осы билік туралы. Неге қатыспасқа? Көптің бірі бол. Өйткені президенттік сайлау ол тұлғалық сайлау, ал парламенттік сайлау командалық сайлау. Ол команда бізде бар. Жаңа айтып отырмын ғой, азаматтар бар, жастар келіп жатыр. Бірақ тағы да біз сол бірікпей, бір колонна болып, басқа оппозицияларға салқын істейіп кетпей ме? Қазір Жанболат Мамай партия құрып жатыр. Ана кім, Қожғалиевалар партия құрып жатыр. Тағы да азаматтар, бақылаушылар бірін құрсын. Бірақ құрғанның өзінде де мен ұсынысым парламенттік сайлаудың алдында біргейікші. Парламентке бір топ болып, сол ең болмағанда сол 7% деп отыр ғой, содан өтейікші. Сосын барып көрейікші деймін. А егер қазір бірнеше колонна барып болатын болса, билік айтады, кешіріңіздер, сіздер бір 30% алайын деп тұр едіңдер, сендер бөлініп кеттіңдер, 5 партияға 6%-дан алдыңдар, сау болыңыздар деп айтады. Егер сіз ғайыптан тайып президент болсаңыз, саяси реформаны неден бастайтын едіңіз? Конституция. Ол жай мен сайлаудың кезінде айттым, оны менше мені қолдаған халықтың дені сол мен саяси реформаларыма қатысты деймін. Өйткені менің әлеуметтік, экономикалық мәселелерім оны үкіметте айтып жатыр. Оған енді бірден революция жасау қиын. Экономика, әлеуметтік жағдайда бюджеттің өзін ал
мүмкіндігі бар. Ал саяси реформа, яғни келген президент шұғыл түрде конституциялық кеңес жасап, оған қоғамдағы барлық партия, қозғалыс өкілдерін, азаматтық қоғам өкілдерін жасап, болашақта бізде авторитаризм, тоталитаризм қайталанбайтындай, сөз бостандығы болатындай, әділ сайлау болатындай, саяси оппоненттерді өлтіру деген болмайтындай, саяси пікір үшін түрмеге жабу, абақтыға жабу деген болмайтындай механизмдер қалыптастыру керек. Сол кезде ғана бізде қоғам өзгереді. Біздің Қазақстанда билік транзиті өтті деп есептейсіз бе? Жоқ, бізде басталып жатыр билік транзиті, және қазір көп нәрсе Тоқаев мырзаның өзіне байланысты. Тоқаев мырза сол жоғарыдан айтылған транзит сценарийінің бір орындаушысы болып қала ма? Әлде сол транзитті жүзеге асырушы тұлға бола ма? Ол бір. Екінші, Тоқаев өзінің президенттік өкілеттігін парламентпен, үкіметпен, қоғаммен бөлсе ме? Екі нәрсеге көп нәрсе байланысты. Әйтпесе біз бір Назарбаевтан кейін екінші Тоқаевтың авторитаризміне өтіп кететін болсақ, онда бұл транзит болмайды. Бұл жерде тек ғана бастықтың кабинетіндегі табличка ауысқан болады, жүйе солай қалады. Жүйелік өзгерістер болу керек. Жалпы мынау елдегі бүгінгі саяси жағдайға қандай баға бересіз? Кланаралық тартыстар, қаржылық топтардың егесі. Бұрын кланаралық тартыс еді, қазір кітапхана мен Ақорда аралық тартыс болып кетті деп ойлаймын. Көп адам оны жоққа шығарғысы келеді. Мен де бір мақала жаздым, айттым, Тоқаев мырза ол Назарбаевтан жасырын құпия ешқандай қимыл әрекетке бармайды, оны айтқанын қылады, сонымен жүреді деп. Бірақ қалай болғанда да біз Назарбаевқа биологиялық фактор ретінде қарауымыз керек қой. Ол кісі, ол базардан кетіп бара жатқан кісі. Тоқаев базардың төрінде отыр. Әзірше кеткісі жоқ. Тағы да қайталап айтамын, ол мәселе өзіне байланысты. Ол өз миссиясын қалай орындайды. Сондықтан қазіргі таңда транзит деген ол үлкен 99 иірімі бар құбылыс қой, процесс. Сондықтан транзит кез келген қоғамда ол қиын өтеді, тек қана Қазақстанда емес. Біз сияқты бір адамға телініп қалған Назарбаев қана кепіл бола алады деген қоғамда ол өте қауіпті процесс. Сондықтан бұл қауіпті процестің ішінде, мысалы осы 20-шы жыл меніңше қандай жыл болады деп сұрайды ғой жігіттер. Мен нағыз компроматтардың жылы болады деп ойлаймын. Ана Пандора жәшігі деген бар ғой. Сол Пандора жәшігі ашылады. Неге? Өйткені біз білмейтін құйтырқыларды бұлар бір-бір туралы біледі. Мынау жаңадан құрылайын деп жатқан партияларға қатысты көзқарасыңыз қандай? Өте оң, құрылсын. Меніңше оппозициялық ортада да бәсеке болу керек. Бірақ бір нәрсе ұнамайтыны, олардың бәрі де сол Қосановты жамандаумен атын шығарып жатыр да. Кешегі өзімнің інім болып жүрген Жанболат та, Инга да, жасалашқа барған, мына Қожғалиева да бәрі Қосановщина деп шығып жатыр. Сонда олар ертең парламенттік сайлауға түссе, өздерінің пайыздарын мойындамай ма? Әлде осы сайлауға дейін болған бұрын оппозиция атынан түскен партиялар, мысалы ОСДП түсті, ОСДП азат түсті сайлауға. Солай емес пе? Сонда солар сол сайлаудың нәтижесінен кейін өмір сүрді, харакири жасаған жоқ, суицид жасаған жоқ, ешкім барып. Сонда оларда сондай болып тұр ма? Сондықтан меніңше бұл кісілер Қосановқа тиісуден гөрі өздерінің бағдарламалық, тұғырнамалық позицияларын анықтап алу керек сияқты. Келесі президенттік сайлауға түсесіз бе? Мен оны о бастан айтқанмын, біз қазір Қазақстан демократиялық күштері, оппозициялық күштері келесі президент сайлауына дайындалуымыз керек. Ол бір жылдан кейін болуы мүмкін, ол ертең болуы мүмкін. Сіз сайлауға түсесіз бе, жоқ түспейсіз бе? Мен тағы да қайталап айтамын ғой, мен бірлікке шақырамын. Сол кезде де бірлікке шақырамын. Егер де сол кезде шынымен де лайықты конституция бойынша, заңдар бойынша барлық жағынан келіп тұрған азаматтар шығып жатса, мен қолдауға дайынмын. Ал егер шықпаған жағдайда өзіңіз қайтадан түсесіз? Оны біз әріптестермен ақылдасамыз. Өйткені ол сайлау ол мұнадан бетер сайлау болады. Ол сайлау, қазіргі сайлау қалай болғанда да Нұрсұлтан Назарбаевтың бақылауымен, тікелей бақылауымен өткен сайлау ғой. Келесі сайлау ол енді тіпті мен сізге айтайын, қазіргі бізге беймәлім персонаждар пайда болуы мүмкін. Қазір бұғып жатқан кландар бас көтеруі мүмкін. Қазір бұғып жатқан кландар келіп, маған, сізге, басқа біреуге барып айтуы мүмкін. Түсші көрейікші осыған деп. Ол басқаша сайлау болады. Сондықтан қоғам, жалпы қоғам, әркез осындай транзиттің кезінде сонда аяқ астынан болатын жаңағы неге дайын болу керек, оқиғаларға, сайлауларға дайын болу керек. Қазақстан оппозициясында болу оңай емес.
менің өзімнің саяси позициямнан мен айырылған жоқпын. Билікке, режимге, қоғамға, оппозицияға қатысты геосаяси мәселелерге қатысты мен өзім ұстанымды өзгерткен жоқпын. Бұл мен үшін үлкен сын болды. Мен түсінем, сыншыларды да түсінем, сөгіп жатқандарды да түсінем. Қоғамда белгілі бір күту болды. Ай, осы бір Қосанов сайлауға түсті, ертең біз Ақордадағы қожайынды өзгертеміз ғой деп. Бірақ көп жағдайда бәлкім мына Украинадағы, Армениядағы жағдай әсер етті деп ойлаймын. Өйткені Пашинян билікке келді, Зеленский келді. Бірақ ол жақтардағы саяси процестердің тереңдігі басқаша. Зеленскийдің артында Коломойский сияқты миллиардер тұрды. Ол Порошенконың жауы. Сондықтан Зеленский соншалықты қаржылық мүмкіндігі болды, саяси мүмкіншілігі болды, механизмі. Пашинян, Арменияда жағдай белгілі. Яғни Арменияның шетел диаспорасы рөл қатты атқарды, үлкен көмек берді. Менің жағдайым басқаша болды. Егерде шынымен де менің артымда бірегей оппозиция, ана шетелдегі Әблязов пен Қажыгелдин қолдағанда, іштегі Абделдин Тұяқбай тағы басқа азаматтарым қолдағанда, бәлкім менің де жеңісім, менің де жетістігім басқаша болар еді. Сондықтан мені сол шағын ғана бір топпен сайлауға қатысқан, үлкен сынға қатысқан қазақтың бір азаматы деп қабылдауларыңызды өтінемін. Бірақ мен бұдан бір түңіліп қалған жоқпын. Белгілі бір дәрежеде тағылым, сабақ алып жатырмын. Бұл маған саясаткер ретінде, азамат ретінде үлкен жаңағы сабақ, сосын үлкен тәжірибе болды деп ойлаймын. Сайлаушыларыңыздың алдында, өзіңіздің арыңыздың алдында шындықты айтты деп сенеміз. Рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Сіздерге де рахмет.